Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен библиографиялық әліпби жобасының аясындағы кезекті сабағында кездескеніме қуаныштымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кітапханада кітап іздеудің жолдары деп аталады. Өте қызықты тақырып, балалар. Айталық, сіздер кітапханаға келдіңіз делік. Кітапхананың көмегіне сүйенбей, өз бетіңізбен кітап іздегіңіз келеді. Сіз не істейсіз? Сіз ол кезде міндетті түрде кітапхананың көмекші құралдарына сүйенесіз. Кітапхананың көмекші құралдары дегеніміз олар каталогтар мен картотекалар. Енді осыларға жеке-жеке тоқталсақ, каталогтардың екі түрі болады: алфавитті каталог және жүйелі каталог. Алфавитті каталог дегеніміз бұл жерде кітаптардың сипаттамалары алфавиттік ретпен орналасады. Ал жүйелі каталогтар білім саласына байланысты орналасады. Одан кейінгі тағы бір көмекші құрал ол картотекалар. Картотекалар көбінесе газет журнал беттеріне шыққан мақалаларға жасалады. Картотекалардың ең көп қолданылатын түрі ол мақалалардың жүйелі картотекасы мен өлкетану картотекасы. Мақалалардың жүйелі картотекасына республикалық басылымдар беттеріне шыққан сипаттамалар жинақталады. Ал өлкетану картотекасына өлкелік басылым беттеріне шыққан біздің сипаттамаларымыз жинақталады. Мінекей, сіздер осы каталог пен картотеканы пайдалана білген кезде кітапхана қорын толық пайдалана аласыздар.